Йоу, бәріңе сәлем достар, сендермен Асхат. Короче, достар, Skibidi Toilet 71 сериясы шықты, достар. Мен превьюсын уже көріп қойдым, бетіндегі суретін о жерде G-Man оралды, достар. G-Man видеоның, кажется, екінші минутында или бір жарымыншы минутта бізге G-Man'ді көрсетеді. Біліп тұрмын уже, И жаңағы спойлер видеомды көріп кетіңдер обязательно. Мынаяқта подсказка шығады, сол подсказкадан өтіп, менің теорияларымды көріңдер, о рас болды ма, өтірік болды ма, қазіргі видеода білетін боламыз. И видео басынан отырып, обязательно лайктарыңды басып, каналға тіркеліп, комментарий қалдыруды ұмытпаңдар. Ал біз 2 минуттық видеоны бастаймыз. Бастаймыз. Так, видеоның шыққанына уже 2 сағат болыпты. 3 миллион 400 просмотр. Өте көп. Так, давайте бастайық. Ох, ё-моё. Так, короче, агент планшетпен көріп жатыр. Дисконнект. Кім білмейді, дисконнект неге болғанын, ол дафак кеп қалған кезде transmission error деп жазады ғой. Соны біз көре алмаймыз, дұрыс. Далада соғыс болады, TV Титан үшеуі келеді. Не болды? Так, Skibidi атты да телевизорды тигізді, телевизор құлап қалды, оны тигізді, Так. Офигеть, ракета, соғыс болып отыр ғой мыналарда. Защита, жоқ, кесіп сады. Ё-моё, кім мынау? Камера ерорды, бір кішкентай камерамен өліп қалды. Ракетаның ударын көтере алмай. Мынау не ғой? Десант ғой, спецназдар. Достар, мен байқадым. Қараңдар, спикер билеп отыр. Бірақ ол емес ең бастысы, оны байқаған жоқпын. Мынау біздің спойлердегі моменттегі камерамен бластермен жүрген айттым ғой месіндер, отряд зачистки деп ше. Мені зачистчик жүр ғой. Конкретно барлық камерамендер сондай ма, или тек қана сол ма спойлердегі? Жоқ, тағы біреу бар екен, спецназ. Типа спецназ ғой бұлар. Достар, мынау кнопка туралы айтқан болатын. Мынау кнопка нені білдіреді екен? Астына түсетін кнопка ау дейм. Точно айтам месіндерге, осы жер ашылады. Ашылды жер, ана кнопканы бассаң жер ашылады да. И өз жақтан титандар... Skibidi, кім спикер қашып баратқан еді ғой жерде. Жоқ, шатасыппын, ол емес. Так. G-Man! Достар, айттым ғой, G-Man уралды! Ух ты! Так, короче, G-Man вообще мощный болды деп айтамайым. Мыналар өлтіріп атыр ғой камераменді. Не болған мынау Skibidi-сіздерге? Құтырған ғой мыналарды, өлтіру керек қой мынан бәрін. Титандар, неге титандар қазір қайда титандар десеңдер? Титандар дәл қазір ғалыммен бірге бір жерде жүрген. Ғалымды өлтіріп атыр олар қазір. G-Man қашып кетті G-Man. Серьезно! Просто офигеть! Астра Skibidi-стер жүр ғой? Бұл кетіп қалған еді ғой? G-Man'ның артынан кетіп қалды ма? Не істеді? G-Man'ның артынан кетті, G-Man қашты, и G-Man'ның артынан Астра Skibidi оны қуалады. Ух ты! Блин, все-таки Астра Skibidi қуалапты. Короче, достар, в общем, серия өте, андай, басқаша түсірілген, себебі басқа көзбен, басқа камерамендердің көзімен, себебі біз 70-ші серияда нені көргенбіз, ғалыммен шайқасқанын, титандар қай жерде болды деп сұрақтарына жауап беріп жатыр. Себебі титандар бұл уақытта осылармен шайқасып жатқан болатын. Екінші момент,
не, G-Man шыққан кезде титандар қайда болды? Мен жауап бердім. Титандар ғалымдармен ғалымды өлтіріп жатқан еді ол моментте. Так, екінші момент, ол все-таки менде сұрақ туындап тұр. Кім туралы? Ой, ё-моё, кім еді? Астроскибидистер туралы. Астроскибидистер не... G-Man'ді өлтіріп тастайды ма өздері, немесе біздің титандар солармен шайқаса ма? Менің ойымша все-таки G-Man'ді біздің титандар өлтіру керек. Өйткені олар ғалымды өлтірген, енді G-Man'ді өлтіреді, сөйтіп кегін алады и вообще скибидистерді өлтіреді. А вот астроскибидистер артынан қуып бара жатқанынан кейін, может быть, и астроскибидистерді өлтіріп тастауы мүмкін G-Man'ді. Конкретно астроскибидист ол біреу ғой. Иә. И мен түсінбегенім мынау момент. Не груз мынау. Не грузды скибидилер алып қашты. Осы контейнердің ішінен не бар? Бұл да сұрақ болып қалады. Обзор жасап, келесі видеода обзор жасайтын боламыз. Сендерге егер обзор керек болса, обязательно Асхат бізге обзор керек деп жазып кетіңдер, талқылайтын боламыз бәрін бірге. Сендердің комментарийға өз теорияларыңды жазып кетіңдер. Иә. Сосын достар, тағы бір момент. G-Man өте маған қатты ұнады. Графикасы қараңдар, байқасаңдар, G-Man сәл өзгерген. И свет почему-то тек қана үшеу ғана жанады реакторының. Ода вообще-то реакторлар көп еді. Ну, мынау реактор өшіп тұр, мына реактор өшіп тұр, мынау өшіп тұр, мынау. В общем, алтауы өшіп тұр, бесеуі жанып тұр. Вот, 5 реактормен жүр. Күші аз екен G-Man'ның, получается, энергиясы аз. Со, по идее. И мынау скибидист. Бұл скибидист туралы айтып кеткем. Артында рабочий бір жерге қашып баратыр. Бұлар камерамендерді добивайт етіп жатыр, өлтіріп. Бір жерге, менің ойымша, бұлар бір жаңа локацияға отступайт етіп бара жатыр. Иә. В общем, видео осымен по идее аяқталды. Сендерге ұнады деген ойдамын. Ұнаса обязательно лайктарны басып, каналға тіркеліп, комментарий қалдыруды ұмытпаңдар. Менің тағы екінші арнам бар, ояқта мен Brawl Stars деген ойын ойнаймын. Ояқта өтіп, Brawl Stars қызық болса, соған өтіп, сияқты көріңдер мені. Иә, ояқта мен көп түсіремін по идее. Ал теорияны мен 2 күннен кейін шығаратын шығарым. Или вот 1 күннен кейін, короче, шығарам осын. Талқылап, көріп, материалдар жинап, ел не айтып жатыр сияқты көріп, короче, сендерге жиналған информацияның бәрін талқылап айтып беретін боламын. Сендермен болған Асхат, келесі видеода кездескенше. Давайте.